Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендерім. Бүгін қорамыздың ішіне жаңадан опилкілер төседік. Және де тауықтарымыздың қораның ішін кішкене бірыңғайладық. Мына жердегі ұяны алып тастадық. Мына жердегі ағашты алып тастадық. Осындай қазір жағдайлар болып жатыр. Мына жердегі тенелерін алып тастадық. Ағаштар тұрды, бүйтіп шеткі сияқты. Солардың барлығын алып тастадық. Кішкене болса да, құттай болса да кеңейіп қалды. Тауықтар қонақтайтынға сыйып тұр, главный. Үйректер астында сыйып тұр. Енді осыдан артық ештеңе керек емес. Мына жерде әлі орын бар. Қазір пушка қосып тұрық. Бізде Батыс Қазақстанда осы апта бойына, осы 4-ші күнге дейін 21 градуспен 27 градусқа дейін, мүмкін 30-ға дейін барып қалуы мүмкін салқындық. Сол себепті мен қазір күндіз өзім үйде болам. Түнгі сменге кетем ғой. Күндіз үйде болған кезде таңертең күн жарықта мына тоқ пешті қосып қоям. И жұмысқа кеткенше осы қосылып тұрады. Жұмысқа кеткеннен кейін айырып тастаймын. Таңертең обратно 8 сағат 9 сағат жұмыс жасап келгеннен кейін қайтадан осы пушканы қосып қоям. Өйткені мына пушка болмаса тауықтар менде қазір жұмыртқа туып тұр. Индоутка, үйректе тауықтар жұмыртқа туып тұр. Қора салқын болғандықтан тауықтарымның жұмыртқасы жарылып қалып отыр да, жарылып кетіп отыр. Сол үшін мен свежий, жақсы жұмыртқа, іші мұз болмаған жұмыртқа алу мақсатында осы пушканы қосып отырмын қазір. Іші жақсы жылы болу үшін. Сіздер жақта ауа райын жазып кетіңіздер, қанша болып жатыр. Ұяларға жаңадан опилка төсеп тастадым, тоже 4 қатарға. 2 үйрек астына туады, мынаған индоуттіктер. Біз тауықтар мына үстіне туады, мына жерлерге туады индоуттіктер. Ана бұрыштарға туады, сол бұрыштарға жұмыртқаны алу үшін, өзім жету үшін мына жерге ағаштардың бәрін алып тастадым. Әйтпесе астынан еңбектеп кіріп, алып қайтып шығып жүреді, үстінің бәрін білдіріп. Қазір рахат үстін алып тастадым, туама барам, ала қоям. Қазір осындай жағдай. Свет кішкене жоғарға көтеріп қойдым. Шүкір бәрі сыйып жатыр қораның ішіне. Қазір тағы да ысты су құйдым, жемдерін қойып қойдым. Мына ағашты алып тастадым. Мына жұмыртқа туатын алып тастадым. Енді осы келесі айға жететін опилка қалды. Алла бұйыртса айдың басында бір қапшық опилканы төсеймін. Бір аптадан кейін тағы біреуін төсеймін. Сонда, наурыз айына дейін маған опилка жетеді. Наурыз айында уже тауықтарым сыртқа шығып бастайды. Қазір мына осындай жағдай болып жатыр. Мына үшеуі тек пытырлатады. Кезекпен кезек. Кетті мұн. Ана яқтан тағы атештер келді. Мына жақта 3 атеш, мына жақта 3 атеш бар. 2 әділер, бір Загорский жүр. Қайда Загорский қайда? Загорский шығып кеткен бәне. Осы достар, бізде арнаға жазылып, лайк басып, қолдап отырыңыздар.